Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Бір аптадай уақыт Еуропа алаңдарында 2024 жылы Германия елінде өтетін футболдан Еуропа чемпионатының іріктеу кезеңінің 7 және 8 тур ойындары өтті. Еліміздің құрама командасы сырт алаңда Дания және Финляндия командаларымен кездесті. Құрама командамыз Алматыда жиналып, табиғи газоны бар орталық стадионда оқу-жаттығу жұмыстарын жасап, Дания астанасы Копенгагенге жол тартқан болатын. Және 14 қазан күні осы Копенгаген қаласының Паркен стадионында тобымыздың фавориті, ойыншылары Еуропаның үздік лигаларында өнер көрсететін топ команда Дания құрамасымен кездесті. Біздің жігіттер Даниямен терезесі тең ойын көрсетті десек те болады. Қарсылас команданың статусына қарамай батыл ойнады, 3 шабуылшымен ойнады. Дегенмен 36 минутта біздің айып алаңдағы қарбалас сәтте Дания ойыншыларының жолдары болып кетті. Бундеслиганың Вольсбург командасында ойнайтын Йоаннас Винт фронтал сәтті пайдаланып гол салды. Үзіліске шығар алдында 45+1 минутта атақты Кристиан Эриксеннің керемет пасынан кейін Марат Быстровтың қателігін пайдаланған Расмус Хойлунд командаласы Сковқа пас береді. Ал Роберт болса өзіне берілген мұндай мүмкіндікті голға айналдырды. Сөйтіп Дания Астанадағыдай үзіліске 2-0 есебімен кеткен болатын. Бірақ екінші таймның сценарийі Астанадағыдай болмады. Тайм бастала салысымен тағы сол Кристиан Эриксеннен ғаламат пас алып, тағы сол Роберт Сков ойындағы өзінің екінші, ал командасының 3-ші голын салды. Өкінішке орай мұнда да Быстров жылдамдығы жетпей Сковты жіберіп алды. Бірақ біздің жігіттер берілмеді. Екінші таймда алаңға тыңнан шыққан Асқат Тағыберген, Ян Вороговскийлер біздің команданың ойынын жандандырды. Дания құрамында Эриксен болса, Қазақстан құрамында Тағыберген болатын. 58 минутта Асқаттан әдемі пас алған Бағдат Қайыров допты Вороговскийге шығарады. Ал Ян болса оны Шмейхл қорғаған қақпада тулатып, есепті 3-1 қылды. Тең ойынға қол жеткіземіз бе деп дәметтік, бірақ осы есеп матч соңына дейін өзгермеді. 3 күннен кейін Қазақстан командасы Финляндия астанасы Хельсинкиге келіп, жергілікті құрама командамен кездесті. Шыны керек, Даниямен тең ойнаймыз деп дәметкен болсақ, Астанада есеміз кеткен Финляндия командасын жеңеміз деп сенгеніміз рас. Жалпы бізге ойын жабық өткен сияқты болып көрінді. Деңгейлері жобалас командалардың ойыны болды. Дегенмен Финляндия аздаған басымдық танытты. Олар бірінші таймда допқа көп иелік етіп, алаң қожайындары екенін көрсетті. Көп шабуылдады. Гол салатын да мүмкіндіктері болды. Олар ойынның 28 минутта стандарттан айып соққысымен есеп ашты. Гол авторы атақты Лионель Месси өнер көрсететін Интер Майами клубының ойыншысы Роберт Тейлор. Бұдан артық финдер гол сала алмады. Ал екінші таймда ойыны жақсы жаққа қарай өзгерген Қазақстан командасы есепті теңестіре білді. 77 минутта өз айып алаңында фин ойыншысы қолмен ойнады. Оны төрешілер VAR жүйесі арқылы анықтап, Қазақстанға пенальти тебу құқығын берген болатын. Ал оны Бахтияр Зайнутдинов сәтті орындап, бәрімізді дүр сілкіндірді. Есепті теңестірген соң Қазақстан одан ары қарай жақсы ойын көрсете білді. Сөйтіп 89 минутта Рамазан Оразовтың ұштамадан берген пасынан кейін Бахтияр Зайнутдинов басымен допты қарсылас команданың қақпасына тура бағыттап, командасын есепте алға шығарады. 2-1 есебі матчтың қорытынды есебі болып қалды. Қазақстанның бұл жеңісін тарихи жеңіс деп те, ұлы жеңіс деп те айта беруге болады. Өйткені бұрын соңды Қазақстан кестеде мұндай ұпайлар жинап көрмеген. Бұрын соңды бұлай іріктеу турнирінің соңына дейін топтан шығатын мүмкіндікті сақтап көрмеген болатын. Осы жеңіс бәрімізге құтты болсын. Енді осы іріктеу турнир аясында 2 ойынымыз қалды. Қараша айында Сан-Марино командасын қабылдаймыз және Словениямен сырт алаңда кездесеміз. Словениямен ойын шешуші ойын болады деп сенеміз. Өйткені Дания өз алаңында Словениядан ұтылмайды деп ойлаймыз. Осымен Қазақстан құрама командамыздың ойындарына шолуымыз аяқталды. Келесі кездескенше, жеңісті күндерде кездескенше сау болыңыздар ардақты ағайын.